Майдан мен Гүлдерай жастары біразға келіп бас қосқан ерлі зайыптылар еді. Екеуі де медицина қызметкерлері, ері дәрігер, жары медбике. Екеуі бас қосқасын тыныш өмірді қалап, бас дәрігердің бұйрығын алып, ауданның шет ауылына көшіп кетті. Ұзақ күттірмей дүниеге Ұлпан атты қыздары келді. Өмір өзен сырғы бағып, Ұлпан қыз 9-ға толды бір күні. Әке-шешесі ауданға кеткен еді. Көк москвичті алғандарына көп те болмаған. Ұлпан әдеттегідей сабағынан келіп, есікті іліп алып отырды. Тамағын ішіп алып, арқасын пешке беріп отырып, сабақтарына мұқият әзірленген ұнайтын. Терезе шынысының дүрсілдегеннен шошып кетті. Әке-шешесі жай ғана 3 рет тоқылдататын, атып тұрды. Қараса, көршісі Қалдыгүл апа екен. Жүгіріп есікке барды. Не деген ұқпады. Ұққаны, әке-шешесі бүгін келмейді. Бұл көрші апаның үйіне қонады. Қоңыр пальтосын иығына іліп, қызыл қалпағын қолына ұстап, апаға ілесе берген. Самбырлап сөйлеп келет Қалдыгүл. Бұрылыс бар ғой, ауылға бұрылатын ше. Сол жер жаман негізі. Осымен нешінші рет жол апаты болып тұр. Құдай сақтасын. Несібеңе әке-шешең тірі, тек анаң ғана кішкене. Ұлпан сұлқ тұрып қалды. Көзіне толған ащы жас төгіле берді. Дауысы шықпайды. Үй, мына қыз не қып тұр? Әй, Ұлпан, жүрсейші. Қыздың жанына екі аттап жеткен Қалдыгүл баланың жанына бататын әңгіме айтқанын түсінбеген өзі. Сірә иығынан жұлқи тартты қыздың. Өзі әрең тұрған қыз бала тізерлеп құлады жерге. Құлады да аңырады. Апам-ау, әкем-ау, енді қайттым. Не істеймін мен? Қалдыгүл қызды сүйрегенде етіп үйіне зорға келді. Алдына келген ас суға қарамастан жатып қалды Ұлпан. Қалдыгүлдің 5 баласы бар. Күйеуі Жұмабек жуас кісі. Ұлпанды қонақ бөлмеге жатқыз, қасында өзің бол, деп көрген әйеліне. Маңдайын түйіп алғанынан қорқып, өтірік қойды қарап келуге тұрып кетті. Ас ішкен бөлменің едені шаласы пырылып, қатар-қатар төсек салынды. 6-шы боп жатқан Ұлпан ұйықтап кетіпті. Бір түрлі қимылдардан оянып кеткен. Осы үйдің ер жетіп қалған ұлы екен. Бұл әрекеттің жаман екенін түсінген Ұлпан ышқынып атып тұрды. Жұмабек аға жүгіріп келді де жарықты жаққан. Барды да ұлын теуіп тастады. Шешесі шар-шар етіп айырып жүр. Өзі шешінгенде нағыз, әйтпесе ұлым қайтсын мұны, деп бұны кінәлап үлгерді. Шығып кеткісі келген Ұлпан Жұмабек аға жібермеді. Өзінің 3 қызымен Ұлпанды қосып, ақыры қонақ бөлмеге жатқыздырып, дәл есіктің алдына өзі жатып жүрді ағаның. Қорғаған түрі ғой. Осылай бір апта өтті. Үйіне әке-шешесі келетінін естіп, Ұлпан қуаныштан жүрегі жарылардай болды. Қалдыгүл қырсығып от жақпайтынын айтқасын, Жұмабек жұмысынан 2 сағатқа сұранып кеп, мұның үйінің 2 пешінде гүрілдетіп жағып қойды. Ұлпан өзінше жинастырған болды. Келді-ау бір кезде көк москвич. Әкесі кебеже сүйегін сындырған екен. 2 иығына сақина құсаған матаны арқасынан айқастырып тұрып байлапты. Анасы 2 балдаққа сүйеніп қалған. Аяғы сынған екен. Мейлі, бастысы екеуі аман ғой. Бала болса да осыны ойлап қыз байғұс әке-шешесін шыр көбелек айналып мәз. Анасы сол оқиғадан кейін дұрыс жүре алмай қалды. Үй шаруасына да жарамады. Жалғыз әкесі жұмыста істеп, анасына күтімде жасап жүрді. Қалаға білікті мамандарға көрсетуге алып кетем апаңды. Көршінікінде қала тұр, деген бір күні әкесі. Бұл аңырап жылады. Не болғанын қалай айтсын? Қалмаймын сендерден, деп жылап жүріп, көлікке мініп түспеді. Қойшы әйтеуір не болса да жалғыз қалмауға тырысып жүріп бой жетті. Анасының жолын қуып медбикелік бөлімге де түсті. Өміріне риза еді Ұлпан қыз. Топтағы құрбылары улап-шулап отыр екен сабаққа келсе. Вечер болады екен ауылда. Соған барамыз. Жүрсей, дым шықпайсың, оқу дейсің бірдеңе болса, деп азғырды Самал. Әнемне дипломды қолға тиеді. Несі бар барайыншы, деп ойлады Ұлпан. Келісті. Киініп, боянды, таранды, барды. Қызғақ. Жалындаған жастар, у-шу, мәз-мейрам. Құрбыларынша желігіп кештің гүлі болмаса да, күлімсіреп қана отырған үстел басында. Байқамай шарап жұтып қойып, далаға аузын басып жүгіріп шыққан. Қараңғы бұрыштан ағараңдаған сұлбалар бұл тұрған тұсқа қарай жүгіргенде дыбыс беруге үлгермеді қыз. Қойша өңгеріп алып, мәшинеге атып ұрды. Мең-зең боп кетті. Бұл емес қой, деген біреуі.
Ей, қатын таңдайтындай шамаң бар ма еді? Бұйырғаны осы, деп қарқ-қарқ күлген қалған үшеуі. Танымайтын жерге келін боп түскен солай бір сәтте. Кімге тиетінін де сол жерде білген. Жылаған жасына да, жалынғанына да қарамастан келін болуға мәжбүрлі түрде қалып еді сол үйде. Артынан әке шешесі өзі қуып келді. Күйеу балаларының жүріс-тұрысын іштей ұнатыңқырамаса да баяғы ұят боладыны желеу етіп, сол үйге судай сіңуіне тілеулес боп тастап кеткен қыздарын. Енесі жалқау ұлын жақтап, бұны не істесе де жақтырмай даттап отырды. Бағына орай қайынатасы жақсы адам болды. Жеті қайынапасы жеті жағынан бірі орамалын, бірі халатын, бірі керек жарағын берсіп мәз ететін келіндерін. Жалғыз ұлының кер жалқаулығын әскерден жеген соққының әсерінен пайда болған ауруға балап, енесі қыздары мен шалының әрекетін әсте ұнатпайтын ішінен. Елде жалғыз осы қатын боп па, шірк неме. О несі жүдә, жалпылдап жан-жақтан. Дүниеге немересі келген күні атасы ерекше қуанды. Жарқыратып қойды сойып тастап, келінді қалжалатты. Тек емізгені болмаса, бөпесін асты үстіне түсіп, баланы өзі қарат атасы. Енесінде ыңқ деуге шамасын келтірпей, келінің 40 күн күтімін жасатқан. Бәрі тамаша еді-ау. Жазға салым атасы мен енесі бір күні көрші ауылға кетті. Неге деп сұрамат бұл. Ұлпанның ойында түк жоқ. Тыпырлап күнделікті тіршілігін атқарып жүр. Мотоциклін дүрілдетіп келді күйеуі бір уақытта. Алдынан шығып, ерте келдің ғой, жұбаныш, дегені сол еді. Көздері ашу ызаға толы еркек жалт бұрылып келді де әй-шәй деместен соққы беріп, қаңбақтай жеңіл келіншекті жалпағынан түсірді. Мұрнынан қан сау ете қалған әйел басындағы орамалмен мұрнын басып тұра беріп еді, тепкінің астында қалды. Тіпті құяннан дымын қалдырмай боқтап бұрылап жатыр. Қайынатаңмен араларың жақсы тіптен, осы баланы құдай білет, әкемнен таптың сен. Тағы тепкі. Жұдырықпен тоқпақтауды көтер алмады Ұлпан. Есінен танып қалған. Жылаған баланың даусынан оянды бір сәт. Тұрғысы келген. Көзі ашылмады. Әлде үй, әлде дала қараңғы. Тағы талқысып кеткен. Көкем-ау, есіңді жейші, есіңді жейші. Ұлпантай, тұршы енді. Бөпең жылап жатыр, емізе қойшы. Көзін сығырайтып зорға ашты. Олардай шулап отырған қайынапалары екен, жылақсы келді. Басы зеңгіп кетті. Тамағы құп-құрғақ. Жұтынып еді, одан сайын ауырып кетті жұтқыншағы. Су. Іш, міне су. Тек қорқытпаш бізді. Ақымақтық жасап қойыпты ана ұл. Суды қылқ еткізіп жұтты да, жан дәрмен бөпесін іздеді. Оны түсінген ең үлкен қайынапасы кішкентай Шынарды әкеп кеудесіне қойды. Балапан қарны ашқан ба, әлде омырау иісіне елтіді ме, үнсіз ғана борпылдатып еме бастады. Ұлпан көзінен жасы домалай берді. Сөйтсе, мұны көршісі байқапты. Көтеріп кіріп, шырқыраған балаға жарманы сұйық етіп беріп уатыпты. Үлкендердің кеткенін білет, мазламайын оларды деп дереу қыздарды шақыртыпты. Елде сөз жатама, учаскелік милиция кепті де, гаражда мас күйінде отырған жұбанышты алып кетіпті. Артынша қыздар да жеткен. Әдеттегідей енесі мұны кінәлады. Ұлпан неге екені белгісіз, сонау бала кезіндегі Жұмабектің үйіндегі оқиғаны еске түсірді. Неге қит етсе нәзік жандыларды кінәлайды? Неге үнемі мен кінәлі бола берем? Атасы айналып толғанып жүр. Шынар үшін кешірші. Біздің қателігіміз бұның бәрі. Кешір айналайын. Ұлпан кешірмейм демеді. Үнсіз ғана жатты. Жас ағза тез оңалып, аттай боп кетті бір 10 күнде. Жұбаныш та келді. Күйбең тірлікпен бұл оқиғада ұмытылып кетті. Шынар 3 жасқа келген кезі. Әр қилы қылығы тәтті тілімен атасының қызы боп кеткен. Ұлпан да бұл шақта қарабайы тірлігіне әлсін-әлсін бұны емес самалды алуы керек болғанын еске салатын күйеуіне де үйреніп кетті. Атасының қолдауымен дипломы бойынша жұмысқа да тұрды. Алданышы жұмысы. Ата-анасынан ара-тұра хабар алып тұрғаны болмаса, бейсауат бара бермейді. Жұбаныштың ішуі жиілеп кетті соңғы кезде. Мейрамдатып жүргені, әйтеуір ұрмайды ғой деп жұбататын келіншек өзін. Ауылда бұлардың қатарластарының әйелдері бірінен соң бірі жарысқандай перзентханадан шығып жатырған күн ара. Сол себеп болды ма білмейді,
күнде іс істің соңы бұл отбасында тағы да ұлы жанжалмен аяқталған. Күтіп жарықты өшірген бойы ет, көзі қанталаған күйеуі жарқ еткізіп кіріп келді бөлмеге. Тұра берген бұл. Қаншық, кімді жасырып жүрсің сен осы? Қайда ол? Жын ұрғандай шкафтарды аударып қарап, төсек орындарды олайда бұлайда лақтырып тастады. Қайда тығылып қалды деймін? Қойшы жұбаныш, не болса соны айтпай. Сенің біреуің бар. Үндемейсің, зәлім көрсетем мен саған. Не дейсің енді сен маған? Тілің шығыпты ғой. Неге сен тумайсың басқалар құсап? Әлде ойың бар ма басқа жақта? Сандалмаш, мә онда саған, деп жуан жұдырықпен мұрнынан қонжитқанын да сезбей қалып еді байғұс Ұлпан. Есеңгіреп кетті. Басынан жеген тоқпақтардан есе алмай бүгіліп кетті. Ойбайлап жеткен енемен ата арашалап әлек. Ауруханаға түсті жедел жәрдеммен. Арызыңыз бар ма деушілерге сарайдың төбесін әктеп жүріп құладым дей салды. Ата-анасы жетті, кім айтқаны белгісіз. Әкесі қатты ашуға мінді. Бастан аяқ тексертті. Бұрынғы жеген таяқ іздері бастың зерттеуінде шыға келгенде әкесі қатты ренжіді қызына. Неге жасырасың? Әу баста оралуың керек еді. Бұның бәрінің зардабын өзің тартасың ғой балам-ау. Шешең болса ауру, бір ауру баққанымыз аз ба? Өзіңе ғана керексің. Сөз соңында әкесі ер басымен еңгілдеп жылады. Ұлпан да әрең жатыр еді. Ол да боздап қоя берді. Сағыныш, мұң қайғы, шемен боп қатқан шер, бәрі осы көз жастарымен бірге мөлтілдеп төгіліп жатты. Қызының диагнозын естіп, әке көңілі жабырқап қалды. Қанша жылдық дәрігер болғандықтан бұл дерттен құлан таза айықпаса да, созылмалы түріне айналып, берер зарарының жаман екенін білетін. Адам қолмен жасалған дерттен де, талайлы тағдырынан да барынша арашаламақ болды әкесі. Сөйтті де. Ұлпанның артынан келген ата енесіне кесімді жауап берді. Бармайды. Айттым, бітті. Кестім үзілді. Ойбай-ау құда, Шынаржанды қайттық, деген қайын атасы Ұлпанның. Оған да жауап дайын екен. Шынар әрине өз қаның жаның, бауыр ет балаң. Айыруға қақымда жоқ. Үйді білесің, кел. Мауқыңды басып, қанша жатам десең де өз еркің. Құдамың жылдық деген, сендерге тағар кінәм жоқ. Бұл жақта Шынаржан нағашы әжесінің жанында жүрет ойнап алаңсыз. Менің атам қайда дейді ауық-ауық. Әжесі не десін, келеді ертең, деп қояды. Арадан біраз уақыт өтті. Ел жұрттың әңгімесінен әлде солай бекініп жүрді іштей. Ұлпанның ата-анасы бір күнде Алматы жаққа қарай көшіп кетті. Басында қиын болса да мерзім өте үйреністі. Шағын үйдің жанындағы жер кең еді. Әкесі бау-бақшасын жайқалтып қойды. Анасы шойнаңдап жүріп, қашан аяғы талғанша өзінше көмектескен болады. Шынарда құлдыраңдап жүріп гүлдерге су құйысады. Ұлпан болса жеке клиникада медбике боп істеп жүрді. Ақшасы мардымсыз жұмысымның, массаждың оқуын оқысам деп жүріп, оны да бітіріп алды. Араласатын адамдары дұрыс түсінбей, келеке қылғысы келіп, Ұлпан біраз өкпеледі. Әкесі сұрастырып жүріп, тау етегіндегі санаториядан бос жұмыс орнын тапты. Тапты да Ұлпанды орналастырып қойды. 2 жұмыс атқарды мұнда. Медбикелігі жағынан елдің алғысына бөленсе, сылап сипауда үлкен ата-әжелердің сұранысына ие болды. Біршама абырой жинап, өз-өзіне көңілі толып жүрген Ұлпанның өмірі бір сарынды еді. Қыстың қытымыр күндері басталған. Аса қатты суық болмаса да, бетті шымшып қоятын аязды күннің бірі. Қолғабын ұмытып кеткен Ұлпан қолын үрлеп кірді жұмыс орнына. Киімін ауыстыратын бөлмеге жақындай бергенде, қайдан шыға келгені белгісіз бір бойшаңдау келген қағаздай әппақ жігіт мұның қолдарынан шап бергені. Оқыс жайтқа шошып кетіп, балықтай шоршыған Ұлпанның түріне қарап, әлгі түлен түрткен кісіше қарқылдап күледі. Қолдарың үсіп кетіпті ғой сұлу қыз. Сүйріктей саусақтарың қандай әдемі еді. Домбыра шертер ме едің? Жайма сіздікі? Қолын бар пәрменмен жұлып алды. Бөлменің есігін тырс еткізіп іліп алды ішінен. Анау дүлей кетер емес, тықылдатып әрдегені бір айтты. Өлең айтама, бұл киімін тез ауыстырса да отырыңғырат біраз. Тыныштық орнағандай дәлізде. Қорқақ соқтап шықты. Жоқ екен, кетіпті. Бұған постты тапсырып тұрған медбике болған көріністі бақылап тұрған. Жымиып бұның жүзіне қарады да,
аузыңның салымы бар екен. Білесің бе, кімнің баласы екенін әлгінің? Қойшы жүзім, сенде. Бас салып аузымның салымы бола қоя ма екен? Біртүрлі ғой, намайды. Әдемі ғой, бойшаң, әппақ. Басы қисайып, жүзімі қиялданып барады тіпті. Ой, жүзім, өзіңнің ойың кетіп тұр ғой. Екеуі ананы мынаны айтып күлісіп тарқады. Бұл жігіт кім болды екен? Ұлпанға ұнай ма екен? Бұл уақытта Ұлпанның бар ойы Шынардың атасында еді. Телефон шалып ара-тұра хәлін біліп тұратын атасы біраз хабарсыз кеткен. Сөйтсе, әке-шешесі мұнан жасырыпты бір жайтты. Кемпірі қайтып, атасының жағдайы күрт нашарлап кетеді. Әлде қайғы, әлде қарттық жеңді. Асқазанда ісік бар депті. Оны әкесі таңғы аста жайлап жеткізген. Сол ойдың шырмауы ма, қолғабында ұмытып кетіпті ғой. Жұмыс өз ауанымен жүріп жатты. Байқайды, кеше біраз кісі келген, көбісі жастар сияқты. Әлгі желіккеннің достары десе де болады. Бәрі шетінен өнерлі. Баста жақтырмағанымен олардың өміріне іштей қызыққан. Ойын, күлкі, демалыс. Әр дүниеден өзінше бір қуаныш көріп, шын эмоцияларын шығарған жастардың киім-киісі де өзгешелеуме қалай. Бұны шошытып жүрген ақ жігіттің есімі Еркін екен. Еркін десе еркін, ойы, жүрісі, күлкісі бәрі өзінше ерекше. Жүрегі қылп етіп, ұнатып қалды десе өтіргенді. Ұнатқан жоқ. Ал бірақ оған қонақ боп сырттан келген бойы ұзын денелі қара торы жігіттің ұнап қалғаны рас. Қою шаштары, қасы мен қап-қара көздеріне қарағанда қалған. Екеуі дос екенін ұқты сырттай. Антоним, бірі ұшып тұрса, екіншісі салмақты. Өзіне Еркіннің қарым-қатынасы да досының көзінше ізгілене қалған еді. Бұл жымиып жүріп, өз шаруаларын атқарды. Еркіннің досы Ұлпанның ойынша мұны көзіне де ілмегендей. Аусымнан шығып, қыздардың сұрауымен жұмыс сәл саябырсығанда олармен бірге бір-екі кесе шай ішуге келісті Ұлпан. Тоққа ыз еткізіп қайнатылған шәйнек үні, сыңғырлаған кеселер қыздардың күлкісінен естілмеді ме білем, бәрі деп жөткірінген дыбысқа бірдей жалт қарасты. Орта толсын. Қыздарды ой еркінен айырып жүрген Еркін кәдімгі. Жүзім жылп етіп, бірге болсын, деді. Ұлпан үстел астынан аяғымен құрбысының аяғын бір тепті. Ай, аяғым! Жүзім бақырып жіберді. Қыздар күліп жіберді оның жаман шыққан даусына. Қыздар, бұл жігіт дүл-дүл өтіп барады, өмір құрғыр, деп әндеткен Еркін артына жасырған қолын шығара берді. Үлкен кәрзеңкеде сусындар, жемістер мен тәттілер сыңсып тұр. Қыздар, мынау сендерге, маған тек Ұлпанды жіберіңдерші. О, Ұлпан! Қыздар шуласып кетті. Ұлпан қасын керіп, ернін жымырып, бір түрлі күй кешпесі бар ма? Іші алай-дүлей. Неге мен? Еркін, не айтасыз? Осы жерде айтыңыз, менің құрбыларымнан жасыратыным жоқ. Ұлпантай, қазақтың маңдайалды жазушысының ең ірі, ана әрі дана кейіпкері болған Ұлпан. Атыңа затың сай боп, байыппен мені тыңдап, сабырмен сыртқа шыға қойшы, өтінем. Былқ етпеген Ұлпан жынына тиді ме, Еркін бір аттап келді де мұның қолдарынан ұстап сыртқа сүйрей жөнелді. Жібер, жүре алам өзім. Жұлқына бастап еді, алдында тұрған Еркіннің досы көріп, сылқ етіп жуасып салғаны. Бағлан, қолын ұсынған арманындағы жігіт. Жалпа қалағанға мұның алақаны көміліп қалды. Лып етіп бетіне қызыл бояу жүгірген Ұлпанның. Ұлпан, осы өмірге лайық семья құрып, жар, Еркін қойыңызшы. Таныссаңдар, жолдарың әне. Ал мен қыздарды бір шулатып келейін. Аривидерчи. Ұлпан жүгіріп, сырт киімін киіп келді. Бағлан есік алдында күтіп тұр. Жаяулатып, аялдамаға жетті. Дала ақ тон оранған қыс болса да, Ұлпанның көңілі жаз еді. Бейне айналасында мың сан түрлі түсті көбелектер ұшып жүргендей. Бір көргеннен ғашық болу деген осы ма? Не болып кетті? Мен өзі лайықпын ба мына жігітке? Өткен өмірімше атам ренжейтін шығар. Не ойлап кеттім, бас салып мені дәл қазір алатындай. Сонда да төбесі 7 қат көкке сәл жетпей тұр еді Ұлпанның. Бағлан болса не ойлап келе жатқаны белгісіз, бетінен түк эмоциясы көрінбейді. Сол сабырлы байыпты қалпы. Автобус келген. Күректей алақандарына мұның сүйріктей саусақтарын қысып алып, бірге жұптаса енді көлікке.
түріне баштайып қарауға ұялып, көз тұсындағы жігіттің кеудесіне қарап тұрды. Түймем үзілейін деп тұрма екен. Жоқ. Қарасайшы, зауыттан шыққандағы жібімен тұр, босаңсыған. Осы түймені бекітіп, жағамды түзейтін кісі керек маған. Ұлпан тұңғыш рет көздеріне тіктеп қарады Бағланның. Қап-қара көздері қандай тұңғиық десеңші. Жүзінде дым жасандылығы жоқ, жымиып қана тұр, жып-жылы. Өзінің сорлап ғашық боп қалғанын ұғынды кейіпкеріміз. Автобус тоқтаған тұстан өзіне қажет тұрақ болмаса да түсіп қалды. Бірге түсіпті. Бағлан, сен әй-шәй жоқ, жаңағы әңгімең дұрыс емес. Менің өткен өмірімді білмей, басыңды қатырма маған. Мен бәрін білем. Кім? Жүзім айтты ма? Жоқ, маған сенің өткенің қызық емес өткені. Қойш, ертек айтпаш. Менің әкем қарапайым диқан, анам мұғалім. Екі ағам бар, үйлі баранды. Өзім ел қатарлы жоғары білімдімін, қазір бір мекемеде қызмет атқарам. Жеке үйім, көлігім жоқ. Танысқаныма қуаныштымын, сау бол. Ұлпан, сенбесең қазір барып ата-анаңмен сөйлесемін. Денің сау ма? Сау. Мен танып білмей жатып, тағы тұрмыс құрғым келмейді. Оның үстіне менің қызым бар. Мейлі, ола берсін. Сен тіпті дайындалып келіпсің ғой. Алғашқы кездесуге көп емес пе? Біраз тәжікелесіп, Ұлпанның үйінің алдына жетті. Міне, менің үйім, мен кеттім. Мен де кірем. Қой шырағым, әкем не ойлайды? Осы сәтте әкесі ағаш есікті сықырлатып ашып, ал кір дегенде екеуі де сасып қалды. Қолы май, көлігін жөндеп жатқан сияқты. Бағлан қуанып кетті де алға қарай адымдай бастады. Ұлпан ұялып барады әкесінен, ашуы да кеп тұр мынаған. Жұдырығымен арқасынан түйіп жіберді. Алпамса денеге ол шыбын шаққан құрлы болмады. Ассаламағалейкум. Уағалейкумассалам. Ұлпан, үйге кір, шай жаса. Біз қазір барамыз. Қорқынышта, қуанышта қатар ішінде ойнақ салған Ұлпанымыз күйіп жанып сала берді. Шынар әжесінің жанында кітап оқып отыр екен. Амандықтарын сұрады да ас үйге енді. Тез шай әзірлеп, оны-мұны қойып дастарханды жайнатып жіберді. Әкесімен Бағлан кірді бір уақытта. Қолын асықпай жуған әкесі: «Әй, Шынардың әжесі, кел мұнда. Қонағымыз бар», деді, көңілді сияқты. Қобалжып тұрған Ұлпан одан сайын дірілеп кетті. Шәйт десең, кеудесінен бір қоян секіріп шығатындай. Сәлемдесіп боп, анасы әкесіне қарады. Әкесі осын күткендей: «Мына баланың аты Бағлан. Ұлпанды ұнатыпты. Біздің батамызды сұрап тұр», деп салды. Не дейді? Бұрыннан танысыңдар ма? Жоқ. Ұлпан шынын айтты. Бағлан болса жымиып қана: «Апа, ренжітпеймін қызыңызды», деп қояды. Ұзын сөздің қысқасы, құда мен құдағай келіп, алыс беріс жасалып, айналасы 2 аптада Ұлпан мен Бағлан отбасын құрды. Ұлпанның өз сөзі. Бағлан өз сөзінде тұрды. Әкем екеуі сол күні не сөйлескенін әлі күнге дейін білмеймін. Мені еш ренжіткен емес. Осы Алматыда тұрамыз. Бұрынғы жұмысымдамын. Ешқандай шектеу жоқ. Не нәрсені де ойласып барып шешеміз. Шынар әке шешемде сабаққа барып жүр. Әкем бізбен тұруға қарсы болды. Күшім барда бөлек тұрайық, кейін барамыз саған, деп қояды. Ауылдағы атасы, бұрынғы қайнатам аман. Оның операциясына күтіміне Бағлан екеуміз біраз көмектестік. Жұбаныш арманындағы Самалға үйленіпті. 3 қыздары бар. Ауылда тұрады. Оғанда еш өкпем жоқ, кешіргенмін. Бағлан екеуміздің Әдей атты тәтті ұлымыз бар. Аталары мен әжелерінің ортасында жүреді. Біресе анда, біресе мында. Шүкір, бақыттымын. Үмітім үзілмеген ешқашан жақсы өмірден. Бақыт бәрімізді табады, тек жүректен жылулық кетпесін. Үмітіміз үзілмесін ешқашан. Бірнеше оқырман жекеме шығып сұрапты: «Ойдан шығарасыз ба?» деп. Жоқ жандарым, өкінішке орай болған оқиға екен. Кейіпкерімнің комментіне лайк басқан екенмін бір парақшада. Содан ол маған қонаққа келіп, әрине парақшама, сөйтіп танысып сырласып кеттік. Кинода, кітапта өмірге негізделіп түсіріледі ғой. Ал енді бүгінгі тыңдаған әңгімелеріңіз сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, лүпілдетіп комментарий жаза кетіңіз, құрметті оқырман. Үлкен рахмет.